Ғалымдардың болжауынша, таяу жылдарда робот адамзат өмірінің ажырамас бөлшегіне айналуы мүмкін. Бұл сала бүгінде Қазақстанда да қолға алынып дамытылуда. Мәселен, аймағымыздағы бірқатар мектептерде робот құрастыру жеке үйірме ретінде өткізілуде. Оқушылар бұл салаға қатты қызығушылық білдіруде. Бүгінгі өткізілген көрмеге күннің қақаған аязына қарамай облысымыздың алыс жатқан ауылдарынан келген балғындар қатысты. Біз келешектен көрмесін өрлеу педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты ұйымдастырды. Модели интересные, они демонстрируют возможности образовательного набора Lego Education с программирующим модулем EV3. И эти модели, они дают перспективу развития STEM-образования в Павлодарской области, потому что для создания моделей нужны интегрированные знания математики, физики, кинематики, а также, конечно, информатики и робототехники. Біз келешектен көрмесі 2 күн бойы қала тұрғындарының назарына ұсынылады. Көрмеге түрлі модельдер қойылған. Солардың бірі қар тазалауға арналған шаруашылық роботы. Оны Баянауыл ауданынан келген оқушы жасап шығарған. Осы робот адамның өміріне маңызды деп есептеймін. Себебі қазір күнде адам еңбегін жеңілдетеді. Қуатты ас қабылдайды, экологияға зиянсыз және жолда кедергі болмайды. Қазір күндегі қар тазалайтын көліктер олар басқа көліктерге кедергі болады. Олардың қызметі өте аз. Артқа жүретін емес, бұрылып содан кейін бірақ жүк көлігіне төгеді. Ал мен жасауға келген робот ол қарды алады, үстіндегі трап арқылы артындағы жүретін жүк көлігі немесе арбаға салады. Сондай-ақ аталмыш көрмеде ағаш отырғызуға арналған роботта келушілердің таңдасынан туғызды. Бұл робот аймағымыздағы экологияны жақсартуға үлес қосады дейді құрастырушылар. Өткізіліп отырған көрмеге оқушылар өз ұстаздарымен бірге қатысуда. Біз бұл көрмеге 2 пілді құрастырып алып келдік. Оқушылар өте жоғары белсенділікпен, қызығушылықпен құрастырды. Олар роботты тек қана құрастырып қана қоймай, оларға программа жасауды үйренді. Бұл көрме оқушылардың ой өрісін дамытуға, шығармашылықтарын шыңдауға және өзара тәжірибе алмасуға көп мүмкіндік береді. Көрмені ұйымдастырушыларға көп алғыс білдіремін. Алдағы уақытта жобамызды дамытып, жетілдіріп, түрлі сайыстарға қатысып, еліміздің өркендеуіне үлкен үлес қосамыз деген сенімдемін. Бүгінгі күні робототехника ғылым мен техниканың ең үздік бағыттарының бірі. Робот техникасы ғылыми техникалық шығармашылықты насихаттауға, жастар арасында инженерлік мамандықтардың дәрежесін арттыруға бағытталған. Сонымен қатар робототехника элементтерін пайдалану арқылы оқушылар ізденушілікке өз бетімен ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысуға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға септігін тигізетіні айқын. Марина Сахарова, Юрий Белевский, ертіс информ.